Бүгін сіздермен орама жасайтын боламыз. Біздің каналға подписация етіп, қоңырауша белгісін басып және лайк басыңыздар. Астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Ең бірінші біз нанымызды илеп аламыз. Ол үшін ұнға бір жұмыртқа қосып, үстіне жылы суға тұз қосып осылайынан араластырамыз. Нанымызды илеп жатырмыз. Жақсылап иін қандырып, осылай видеодағыдай илеп алыңыздар. Енді біз ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін тартылған фаршта үстіне сарымсақ қосамыз, бұрыш, тұз қосып, осылайынан жақсылап араластырып алып қоямыз. Енді біз жәнегі нанымызды жаятын боламыз. Міне видеодағыдай осылайынан домалақ қылдырып, әдемілеп, тегістеп, біркелкі қылдырып жайып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жайып алдым. Енді ортасынан бөліп, арасына жәнегі дайындалған фаршымды қостым. Фаршымның бәрін қосып, енді бетін жауып, осылай дәл видеодағыдай ораймыз. Міне орап алдық. Енді алдын ала майланып тұрған осындай формамызға саламыз. 40 минутта пісіріп шығамыз. Міне біздің орамамыз дайын. Осылай кесіп, әдемілеп, кешкі тамаққа дайындауға болады.